Достар, мен құрақтарымызды дайындап қойдық. Енді осы құрақтарды жинастырып, осы бұрышымызға тігіп шығатын боламыз. Алдағы уақытта осы тігілу жолын көрсететін боламын. Оюдың, құрақтың тігілу жолдары, видео сабақтары төменгі видеоларымды көрсеңіздер бар. Ортасындағы оюды 36-да 36 қылып алдым. Ал бұл құрақтарды 12-де 12 қылып алдым. Және осылай 4 жағына 2 тырна құрағын қоятын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және өстіп 4 бұрышына қоятын боламыз. Бұл келіншай көрпешесі, бірінші бетін тігіп аламыз өстіп. Енді мына бұрыштарын бетін қамыс жағына екі болса. Енді мына аяғын тігіп аламыз, содан кейін барып төменгі жағымызды тігіп аламыз. Осылайша 4 құрақ тігеміз. Дайын болған көрпешеміз тігілген. Енді осының жандарын өлшеп тігетін боламыз. Достар, біздің құрақтың беткі бөлшегіміз ұзындығы да 55, ені де 55 болып тұр. Бізге 65-65 керек. Сол үшін біз 10 сантиметрден қосатын боламыз. Мына жағына да 5 сантиметр, мына жағына 5 сантиметр, және ұзындығына да 5-тен қосатын боламыз. Сонда бізде ұзындығы да ені де 65-65 болып шығады. Дайын күйінде. Қызыл белорымды теріс қаратып, ішкі бетіне 5 сантиметр, тігілуімізбен 1 сантиметр алып тығып аламыз. Төртеуін сызып алатын боламыз 6 сантиметрден.
Ленталарымызды дайындап алдық. Енді осыны қосып шығатын боламыз. Осы құрақтың беткі бетін құраққа қаратып, өстіп 1 сантиметрдей тігіп шығамыз. 4 жанынан. Тігеміз қарама-қарсы жағын. Сол кезде екі жағын тіккен кезде біздің тігісімізде құрағымызда көрпешемізде әдемі шығатын болады. Соңына да бас жағына да тігіске закрепка беруді ұмытпаймыз. Көрпешеміздің мына екі бет ең жағын тік болдық. Енді мына екі жағына мына жаңа тіккен матамызды қосып, ұзындығынан тік шығамыз. Матамызды сол үшін артып алғандарыңыз да дұрыс. Тіккен мата қосылған кезде үлкен болып кетеді. Артық жерін қиып тастаймыз. Жағын тігеміз. Міне біздің көрпешеміздің беткі матасы дайын болды. Енді артық матасын тігетін боламыз. Дәл осындай размерде аламыз. Енін тек ұзындығын 10 сантиметрде қосып аламыз. Өйткені замок тігетін боламыз. Толықты видеоны соңына дейін қараңыздар, мен сіздерге көрсететін боламын замоктың тігілу жолын. Достар, мен матама қойып алдым. Дәл осындай қылып аламыз, бірақ размерін міне ұзындығынан міне 10 сантиметр мен артық алып жатырмын. Өстіп алып шығамыз. Тігіп шығамыз. Матамызды қиып алдық. Енді осыны кішкене қайырып, где-то 20-30 сантиметрдей қайырып, тігіп қиып шығамыз. Біз артқы матамызды дайындап алдық. 10-20 сантиметрдей қайырып, қиып шығатын боламыз. Міне, дайын болды. Осы бірінші матамызды замогымызды жалғайтын боламыз. Міне тігіп болдым. Жаңағы бетін мен артқы матасын бәрін біріктіріп. Енді дайындап қойған мақтамыз бар. Тігіп көктеп соны ішіне салып көретін боламыз. Тысынан гөрі мақтасының ұзындығы болса, сол кезде сіздің бұрыштарыңыз әдемі шығатын болады. Мысалы 70-те 70 болса, сіз 80-де 80 қылып алсаңыз, мақта бөзінше мақта салатын кезде. Сол кезде көрпешеңіз төрт бұрыштары әдемі шығып, үлбейіп тұратын болады. Мысалы, менің қазір бұл ішіндегі мақта 80-де 80. Ал сыртқы беті
Сыртқы беті бізде жаңағыдай 65-те 65 шықты ғой. Ал ішкі мақтамыздың бөзі, ұзындығы ені 80-де 80. Сол үшін бізде міне осындай күмпек әдемі болып, төрт жағы теңдей болып, бұрыштар әдемі шықты. Мен де осы нәрсені білген жоқпын. Адам тіге үйренеді екен. Осы лайфхакты ұмытпаңыздар. Өзі осындай көрпешелеріңіз әдемі, сәнді, күмпеп шығады. Алдағы уақытта осы 3D оюдың тігілу жолын көрсетемін, бұйырса, Алла қаласа. Видео ұнаса тіркеліп, қолдап, комментарий қалдырыңыздар. Жаңағы артқы жағын көрсетіп кетейін. Айтпақшы, міне біздің тігілген жеріміз. Көріңіздер ғой, көрінбейді замок. Ашқан кезде көрінеді. Өте әдемі.